Сізде қызғаныш болатын бе еді? Конечно, жылаймын. Әрбір жағдайлар болады, конечно. Мені жамандайды, сондай кісілер болды. Ескендер ағаларымды жамандайды. Екеумізді енді орысша, қазақша айтқанда шақыстырып кетеді. Ағаның аяғынан шалғысы келетіндер болатын бе еді? Ренжіп келетін жағдайлары болған. Мен қорықтым, конечно, қосылуға. Жақсы мен сөздерді айтады. Вот, сен ескендерді өзіне тартып алдың, анау, мынау деген. Оған өте ренжідім. Я здесь расстраиваюсь. Амансыз ба көрермен, бүгін біз кезекті сұхбатымызды назарыңызға ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта халық әртісі Ескендір ағаның жары Дарико Хасанғалиева. Дарико апай, әдетте қош келдіңіз дейтін едік. Бүгін біз қош келіп отырмыз енді сіздің шаңырағыңызға, қонақ қылып шақырып отырғаныңызға көптен көп рахмет. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жаман емес қазір. Уже 4 жыл болды, ағаларыңыз жоқ. Я здесь расстраиваюсь. Өмірден кетсе де, Ескендер ағаларыңыз, мен ойлаймын, ешқашанда ұмытылмайтын кісі. Бір әнін тыңдасақ, өзі жанымызда отырғандай болады әрқашанда. Арманымның мора, әкім жаным жарай, жастық шақтың сағыныш бар. Ондай ағаны ұмытуға болмайды. Балалар да, немерелер де әрқашанда Аташка, Ескенде Аташка, Аташка деп жүгіріп жүреді. Мен де араларына сол Аташа башы сіздердің деп, енді жандарында балалардың жүремін, айтамын. Аталарын мынандай болған деп. Енді ұмытылмайтын кісі ғой ол кісі. Жағдайымыз енді сондай жаман болған жоқ. Қиындықтар әрбір семьяда болады. Ондай қиындықтар да болған. Ауырған Ескендер ағаларын сөзім ауырдым көп. Енді бәрлігі дұрыс болып келе жатқанда ағаларыңыз кетті өмірден. Ағамыздың мынандай бір сөзі бар екен, еске алып жіберсек, я. Өмір маған өнерден бөлек ғажап жар сыйлады. Дарико Сопыжановнаны ең үлкен жетістігім деп білемін. Сахнаға шыққан кезде бірден залдан сүйікті бантигімді іздеймін. Ол маған үнемі шабыт береді деп өз көз тірісінде айтқан екен ағамыз. Сіз ағаға жар ғана емес, сырлас дос бола білдіңіз. Дәл осындай махаббат, сыйластық сіздерде қалай орнады деп ойлайсыз? Бір-бірімізді енді жақсы көрдік, сүйдік бір-бірімізді. Енді бірінші жылдары енді айтуға болады, қиындықтар болды. Себебі әрбір кісілер болады ғой, іштері дар, звондайды үйге. Маған айтады, бір жақсы емес сөздерді айтады. Вот, сен Ескендерді өзіне тартып алдың, анау, мынау деген. Бірақ ол сөздер көп болған жоқ, себебі Ескендер ағаларыңыз телефонды алып, әрқашанда енді орысша айтсақ отпор берді ол кісілерге. Ол кісілер енді звондамайтын болды. Екеумізді енді орысша, қазақша айтқанда шақыстырып кетеді. Бірақ Ескендер ағаларын маған сразу айтты, ондай сөздерге сенбе, мен сенің жанындамын әрқашанда. Дарико, сен мені жақсы көресің бе? Мен айтам, конечно, жақсы көрмесем, сізбен бірге болмаймын ғой. Мен жақсы көремін, мен де сені жақсы көремін қатты. Ешқандай сөздерге ерме деді маған. Сосын Ескендердің жақсылығы мені жанынан қалдырмады ешқашанда. Бірінші жылдан жанында жүрдім, концерт болсын. Мен айтамын, концертте мен не істеймін? Өзім барып, әнінді айтта келсеш, жоқ, сен жанымда боласың деп, за кулисами мен де тұратынмын концерттерде. Сізде қызғаныш болатын бе еді?
Сіздер сенесіздер ме, сенбейсіздер. Мен подругаларымнан ондай нәрсені естідім, көрдім, қызғаныш, ұрсады бір-бірімен. Бірақ менде қызғаныш деген болған жоқ. Ескендір ағаларды жақсы көрдім, ағаларыңызды, бірақ қызғаныш менде болған жоқ. Біз сөзбен бір-бірімізге, Ескендір маған айтады, ой, мынаны былай не, оған сенбе, анау-мынау дейді. И мен соған Ескендір ағаларыңызға сенемін. И сондай қызғаныш, ұрсу, ондай бізде болған жоқ. Единственная его просьба болды жұмысқа. Мен жұмысқа на 1,5 сутки кететімін. Дежурство, реанимация, то все, тубинститутте. Сонда бір күні келгенде ол кісі айтты, Дарико айналайын, знаешь, у меня одна просьба к тебе есть. Я говорю, пожалуйста, давай. Пианино жанына отырдым, өзі орынды қойды, отырдым. Мен өте сұрайтыным сенен, давай мынау жұмыстан кетсен. Маған ұнамайды, 1,5 күн сен үйде болмайсың, дежурствода боласың. А мен жалғыз или концертке кетемін, бұндай маған ұнамайды деп бір примердер айтып, солай айтқан сосын өзі директорге барды, көмектесіңізші, чтобы ол кісі тек қана 6-ға шейін жұмыс жасасын и все деп. Сосын директор, как раз профсоюзный собрание болу керек те, сонда директор мені ұсынып, председателем профсоюзного комитета болдым. Содан кейін уже заврайздравом, горздравом солай жұмыс жасадым. И последний жұмысым Қысылай международная организация Красного Креста и Красного Полумесяца. Соны қалада возглавлять етіп, Ескендір аға соны себеп қылып, мені әрқашанда жанына алатын. Ана Красный Крест возглавляет деп. Сон Америкаға да бардық, Біржан үшеуміз бәрлік жерде болдық. Қандай елдерді араладыңыздар? Ой, көп жерде, Венгрия, Румыния, как его, Американ көп нелер, Италияда бәрлік жерде болдық. Дарико апайны таспаға түскен естеліктерге қарап, бір өткенге саяхат жасап жіберсек, е? Мына суреттен. Біз 16 этажда үйде тұрдық, площадьте. Содан шығып, бір жұмыспен бір жерге бара жатқанбыз, как раз Біржанды алып. И сонда біреулер көріп фотографировать еткен ғой, бір кісілер. Жалпы сізге қай шаңырағыңыз ыстық? Біз ең бірінші Шевченко 37, напротив, Восход бар ғой, магазин, соны напротив сол үйде тұрғанбыз. Сол үй бізге өте ыстық. Ескендір ағанда солай айтатын. Бір жақсы кісі, мэр города сонда, сол кісі сол үйді прям бізге алып берген. Өзіміз жақсы көріп кеттік сол үйді. Сосын уже на площадьқа көштік. Онда и то акиму города барғанда айттым, говорю, аға, Біржан баламыз бар, ағаларыңыз не музыка жазады, ано квартира 2 комната, кішірек болып тұр деп, я ему так это преподнесла. Ол кісі потом так вспоминал. И еще главное, Ескендір ағаларын айтады, 2 комната, жетеді 2 комната. Сосын мен аяғынан былай неттім де, впервые в жизни, кстати. И говорю, аға, кішкентай тұрып, аға, 2 емес, бізге 4 комната керек дедім. И все, он нам 4-комнатную сделал на площади. Соны көргенде әрқашанда айтады, о, Дарико молодец қой, а? Сіз 2 комната сұрап отырсаңыз, бұл кісі сразу 4 комната сұрады деп. Жалпы ағамыз ақша мәселесіне қалай еді? Абсолютно. Вот екеуміз бірге барамыз, гонорар алады. Мені былай алып алады да сразу қолыма береді. И всю жизнь никогда ақша ұстаған жоқ ол кісі. Бар тапқан табысын сізге беріп отырады. Сразу бұған береді. Я вначале не понимала, почему он мне дает. Потом стала понимать. А я однажды говорю, айтамын, ну как стамайсың, а когда у тебя жены не было?
Кумстады. Смеется, говорит, жоқ, ұстамаймын ақша, говорит. Видимо, перечислять, я не знаю, я не, он сұраған жоқпын у него. Вот. Бірақ, как үйлендік, сразу гонорар алады да, еще не успеет там подписаться, уже маған беріп атады. И осылай всю жизнь болды. Жалпы мүлік жинамайтын беді ол кісі, үй алып деген сияқты? Нет, ондай болған жоқ. Если жинасам, мен жинайтынмын. А так в основном алады да сразу береді. Ақша ұстай алмаймын, говорит. Как будто мне что-то мешает, дейтін его слова. Бірдеме маған мешает, если ақша қолымда болса. Ескендір ағаның бір көпшілік біле бермейтін бір әдет дағдыларын еске алайықшы. Сізге ғана мәлім Ескендір ағаның өзінің бір әдеттері бар шығар. Ескендір ағаларыңыз анекдотты жақсы айтатын. Оны әрбір кісі білмейді. Бірақ Ескендір ағаларын енді бір жақсы компанияда отырғанда анекдотты айтса, тағы көрсетеді, аяғымын да, қолымын да, басымын да, ол нелерін. Соны көргенде кісілер соған мәз болады. Ескендір, сенде осындайда нелерім бар екен ғой деп. Ағамыздың достары көп болды ма? Жалпы кімдермен жақсы араласты? Біз артистермен өте жақсы болдық. Бәрлігі бізді жақсы көретін, үйімізге келіп кететін, жасы болсын, үлкені болсын. Бірақ жолдастарымыз артистерден болған жоқ, басқа жұмыста жасайтын кісілер, сондай кісілер болды. Кез келген нәрсенің екі жағы болады ғой. Достан бөлек алдыңызға келіп, үйіңізден ас ішіп, бірақ кейін көңіліңізді қалдырған бір сондай бір адамдар болды ма? Вообще ондай болған. Бірақ Ескендір ағаларыңыз бірден жуып шайып кетеді. Ондайға сенбе, керек жоқ деп мен соған Ескендір ағаларын айтса, мен соған сенетімін. Ағаның аяғынан шалғысы келетіндер болатын беді? Ой, олар ондай болды өздерінің жұмысында. Ескендір телевидение неде істеді ғой, білесіздер. 7-8 солистер болды. И сол солистермен телевидениеде жұмыс жасады. Ну, араларында арғашында бірдеме болатын. Ені ренжіп келетін жағдайлары болған. Ескендір самый жас болды сол солистердің арасында. Енді оларда бірдеме болатын. Сонда мен де айтып отырам, ладно, Ескендір, енді бәрлігі дұрыс болады, дипломат бол. Ол кісі мен орысша сөйлегенді жек көретін. Не то, что жек көретін, ұнамайтын, сен соны қазақша айтшы дейді маған. Мен қазақша енді тұрмысамын айтуға. Қазақшаны сіз ағамыздың қасында жүріп үйрендіңіз, е? Иә, Ескендір, мен бір жағдайды айтайын. Значит, Ескендір екеуміз танысқанымыз Қарағанды қаласында. Себебі мен Москвада оқып жүрмін, ординатурада, аспирантураға түсіп оқып жүргем, сосын каникулға келдім. Каникулға Қарағандыға келдім, сосын бірнеше күннен кейін уже қайтуым керек Москваға. И папам үлкен жұмыста істеді, келді де обедте. Ал Дарико, бүгін бір жас әнші келді, соның концертіне барасын деді. Мені 2 билет деп пригласительный алып келді. Сосын, папа, қалай болады дедім. Мен бара алмаймын, түнде уже Москваға шығуым керек. Қалай концертке барам дегенде, мен айттым ғой барасын. Молодой композитор, молодой певец, оны тыңдау керек деп, подруга екеуін барасын деп билетті берді. Біз концертке бардық. И сонымен именно бірінші рядта мен отырмын, подругамын. Ол кісі былай ән айтып тұр, и почему-то тоже серединада ән айтып тұр. И сосын перерыв болғанда, сонда ол бір помощникіне айтыпты. Знаешь, анау бірінші рядта бір қыз отыр. Сол қызды осы жерге алып келу керек. За сцену, значит.
Ну, анау бала былай қарайды ғой. Сосын айтады, ойбай, мен ол кісіге даже подойти не могу. Ну, оның папасы үлкен жұмыста, то все. 5 інісі бар, барлығы боксерлар дейді. Сонда Ескендір ағаларым кішкентай қорқып қалыпты да, сосын айтты, ай, жарайды азар болса бір нокаут алармын. Давай, приведи ее сюда деген. И маған жай айтты, но была, там композитор хочет, ой, певец хочет с вами познакомиться. Я говорю, а что это такое? Я его и не знаю. Деп мен орысша возмутилась. Чего, говорит, он очень хороший человек, в общем, сізді көргісі келеді. И за сцену меня привел. И сол жерде маған айтады, саламатсыз ба? Сосын мен айттым, здравствуйте. Ойбай, құрыдым ғой. Он сразу вот так говорит, құрыдым ғой. Бір сөйлейтін орысша сөзім бар еді, оны да ұмытып қалдым. Деп, в общем, сол жерде таныстық. И танысқаннан кейін Бакыр аға бар, Тажибаев жанында. Покажите нам город, деді. Ну, вообще-то я улетаю, ну давайте часик погуляю с вами, погуляем по городу деп, қаланы көрсеттік, подругам екеуміз. Содан кейін ол кісілер Алматыға кетті, мен Москваға кеттім, и 3 жыл ол кісіні жоғалтып алдым, ол кісі мені жоғалтып алды. 3 жылдан кейін келдім Алматыға жұмысқа. Бір жерде шай ішіп отырғанда, кафеде, бір кісі айтыпты, институтте істейтін. Бізге бір дәрігер келді, Дарико деген дәрігер келді. И в этот момент Ескендір тұрып кеткен. Как, Дарико? Ол қай жерден келді? Москвадан келді. Деп, и анау бала қалады, не может понять, в чем дело. А кім? Ескендір ағаларын институтке прямо директорға барады. Говорит, осындай сіздерде дәрігер істей ме, Дарико Ашляева? Дегенде, да, істейді, жақында ғана келген. Я хочу ее увидеть деген қазақша. Енді көргіңіз келсе, қазір шақырамын деп шақырған, как Ескендір былай көрсетеді. Анау приемныйда секретарша отырады ғой, ол солай көрсететін. Сосын мені шақырады, мен келдім, вот так, вся закрытая, реанимацияда істеймін. Тек қана көзім көрінеді, басқаты көрінбеді. И это келді, говорит, снимите, пожалуйста, маску, деді. Я сняла маску, директор тур не может понять, в чем дело. Енді орысша айтсам в то время. Ага, түсінбей тұр, не болып қалды, все. Сосын ол кісі айтты, Ескендір, Айкен Ахатович, вы знаете, разрешите мне ее сегодня забрать с собой, деп. Я говорю, странно, говорю, вот так. Нет, ничего странного нет, я хочу с вами переговорить. Ескендір қолына ұстап алып кетті мені. И директор в недоразумении қалды, не понял ничего. Вот, мен алып кетті. И содан бері сразу где-то бір 2 жұмадан кейін Ескендір ағам предложил мне свое сердце и руку. Сонда это екеуміз қосылдық. Мен қорықтым, конечно, қосылуға. Тем более артисты деген жақсы емес сөздер жүреді. Содан өте қорқып едім, ол кісі айтты, жоқ, Дарико, көресің, барлығы дұрыс болады. Мы любим друг друга. Видишь, екеуміз бір-бірімізді тауып алдық. Деп махаббат, деп қазақша да, орысша да маған айтып жатыр. И содан кейін қосылдық, почти 50 жыл бірге тұрдық. Бір кішкентай не қалып еді. Екеуміз 50 жылды отмечать етеміз деп, бірақ оған жете алмай қалдық. Жалпы сіз ойлайсыз ба, кейбір тұста осы ағамыз үшін карьераны дейміз ғой, құрбан еттім деген сияқты бір өкініштеріңіз болып беді? Знаете, ондай өкінішім жоқ. В начале бірдеме болған, а потом оны сразу енді жаптым. Маған айттым, моя карьера,
Все, мынау жерде де мен Горзыравта да істедім, бастық болдым. Поэтому айттым, Ескендер мамам болсын, вот это моя карьера, деді. Семья мамам болсын, это моя карьера, деді. Оны ұмыттым, что я в Москве училась, там кандидатская была, то все, бәрлігін ұмыттым. Потому что ағаларымды жақсы көрдім. Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат. Енді сіздерге қараса, елдің аузына ескірмеген махаббат деген сөз келеді ғой. Қазіргі таңда жастар арасында жалпы ажырасу өте көп. Қалай ойлайсыз осы? Тұтастықты отбасындағы ажыраспай, осынша уақыт бірге тату-тәтті тұрудың себебі, сыры неде? Қазіргі жастардың өзіңіз айналаңыздан естейсіз ба? Ажырасып жатқан қателіктері қай жерден кетіп жатыр? Ең бірінші ойлаймын, махаббат болу керек. Махаббат болса, бәрін орнына келтіруге болады. Ұрыста болады. Мы енді орысша айтсам, мы, может быть, тоже ссорились из-за того, что мен көп нәрсені қазақша түсінбедім. Бірақ ол кісі маған арғашында бәрлік переводты айтатын. А мынандай енді, ой, анау, мынау, төбелес, ондай бізде болған жоқ, даже во сне не снилось дегендей. Вот, бірақ ол кісі мені, значит, успокоить етеді, маған өзінің ақылын айтады, мен Ескендерге айтамын, сосын басынан поглажу я его обязательно. Это всю жизнь, вот до последнего болды, басынан шашын гладить етемін. Вот, енді біз түсінуге бір-бірімізді арғашанда тұрмыстық. Қашан келсек те өстіп дастарханыңыз жайып қарсы аласыз. Ағамыз қалай еді тағамдарға? Қандай тағамдарды сүйіп жейтін? Ой, ағалардың вообще тамақ дегенді өте жақсы көретін. Любой тамақты берсеңіз, оны жегісі келеді. Бірақ сосын өте семіріп кетті. Семірген соң мен мыналарды бәрлігін кішкентай доғару керек. Дорогой мой, кушать хорошо, но все-таки я хочу тебя видеть стройным, деп солай айтатынмын. Ағамыз президенттің қатысуымен өткен талай концерттерде өнер көрсеткен шығар. Ал ағаның өзінің президентпен, тұңғыш президентпен қарым-қатынасы бар ма еді? Ол кісі өнерге өте жақсы қарайды. Ол кісіні Ескендер ағаларында да болды прямое отношение, менде де болды. Енді Саралпысына жұбайы біздің қарағандылық, менің мамама туыстау болады, туыс болады. Ол кісілердің жас кезінде көрдік. Ну, мен көп көрген жоқпын, потому что постоянно оқуда жүрдім. Ол кісілер онда жас келіп тұратын үйге. И ол кісі Нұрсұлтан Әбішевич Ескендерді өте жақсы көрді. Менің мамамды өте жақсы көрді ол кісі. Қандай не болады, совещание, там праздники, мерекелер, ол кісі обязательно мені көрсе, Дарико, маман қалай деп, это его слова обязательно, маман қалай деп солай айтатын. Қарағандыға келсе, обязательно даже президент болып жүріп, всегда мамамды тауып алатын. Дарико апа, енді айтып отырсыз ғой, ағамыз сыйлайтын адамдар көп болды, тіпті президенттің өзіне дейін өнерін бағалайтын деп. Сіздің көңіліңіз тоқ па ағамызға көрсеткен елдің құрметіне? Көбісі енді өкпелеп жатады ғой, осындай атақ бермеді, еленбеді деген сияқты. Ескендер ағаларын өзі өкпелеген шығар, бірақ оны көрсеткен жоқ. Бірақ мен өзім оған өте ренжідім. Мен ойлаймын, Ескендер ағаларын енді мынандай жасқа келіп, қанша ән шығарды. Енді өздеріңіз білесіздер, қанша жұмыс жасады осы направлениеде. Мен өзім ойлаймын, героя ему можно было дать, орысша айтсам. Конечно, беріп отыр ғой, бірақ Ескендер ағалардың был очень скромный человек, сондай скромностью, видимо,
использовали люди. Бірақ қазір қалаға рахмет айтқым келеді, себебі Ескендір ағаға Турк-Сибский район болса да, ничего, көше берілді, тақпа 16 этаждық үйде тұрдық, сол жерде портреті висит Ескендердің. Енді бірақ көп жұмысты Біржан өзі жасап жатыр. Кітап шығарды қандай, қазақша да шығар деп ойлаймын. Конкурстер, шетелден келген кісілердің конкурсы, Оралда да болып жатыр, осы жақта да болып жатыр, өзіміздің конкурстер болып жатыр. Бұны айтсам, бәрлігін жасайтын қазір Біржан. Мен Ескендір ағаларын кеткеннен бері өзім өте жүрегіме алдым ба, өте ауыр, постоянно ауыратын болдым. Ескендерді болғанда ауырмайтынмын, қазір енді ауыратын болдым. Бірақ қолдан келсе мен де көмектескім келеді Біржанға. Енді артынан осындай ұрпақ қалдыруда, оны асылдың сынығы деген атқа лайықты етіп тәрбиелеуде оңай емес. Тәрбиеге көбірек кімнің еңбегі сіңді? Сіздің бе, әлде ағаның ба? Енді менікі чисто әйелдің жұмысы. Бірақ көп нәрсені Біржан папасынан үйренді. Ең бірінші қазақ мектебіне бергеніне мен өзім қорқатымын. Қалай қазақша оқиды деп. Бірақ Біржан оны жақсы нетіп кетті, қазақша жақсы сөйлейді. Мектепті бітірді қазақша, консерваторийді бітірді, енді ол жерде қазақша, орысша, училищені бітірді. Қазір де жұмыста мен праздниктеріне шақырады, барғанда көремін, қазақша да, орысша да сөйлейді. Папасын қазақша сөйлеу, музыка, мынау бәрлігін ол папасынан үйренген. Ағамыздың мінезі қандай еді? Қатал ма еді? Жоқ, ол кісі қатал болған жоқ. Оны смело айтамын, қатал болған жоқ. Әрбір кісіге жақсылық жасағысы келді. Дарико апай, Ескендір ағаның әндері қалай туындайтын? Қай жерде көбінесе жазатын ол кісі әндерін? Во-первых, анау старый рояль бар, пианино бар. Сол пианино көп жұмыс жасады. Сосын 1-20 жылдай осы рояль. Ескендір ағаларын сол пианиноны көбірек жақсы көретін, соған барып ойнайтын. Ескендір ағаларын айтады, Дарико, иди туда, иди сюда деп осындай акцентпен специально күлдіріп айтатын. Сен анау 2-ші этажға көтеріл, соны иди туда, иди сюда, и обнимай меня, и у меня музыка выйдет, деп солай айтатын әрқашанда. Или былай айтады, Дарико, все платья свои переодевай, выходи, сондай нелері болады, чтобы мен музыка жазайын деп. И мені 2-ші этажға жібереді, я должна все свои наряды, енді бәрлігін шықпаймын ғой, бірақ 3-4 нарядты киіндіретін. Соны кейде мен музыка ойнайын, может, новая музыка будет у меня деп солай айтатын. Сізге арналған әндерінің бір тарихына тоқталайықшы, есіңізде ерекше қалған бір әннің тарихын әңгімелеп берсеңіз. Сізге арнап шығарған әндер көп қой? Әдемі ауытта саған жаздым дейді. Көп лирика әндерін, ескірмеген махаббат, алғашқы танго, бәрлігін енді айтып отырады. Мынау әндер бір жерде командировкаға барғанда шықты. Или сен Москвада оқып жүргенде мен осы әнді жаздым сағынышпен деп, сағындым сені, например. Оны өзі айтады. Бірақ мен айтам, да, мен сенбеймін, наверное, маған жазған жоқсың, жоқ, саған арнап. Поводом была ты дейді. Бірақ мен ешқашанда оған неткен жоқпын. Орысша айтқанда хвалиться ету. Маған анау жазды, мынау жазды, мен ондайды айта алмаймын. Бірақ өзі айтады, сағынышпын, мынаны жаздым,
тангоны жаздым, например. Анау не гүлсезімді айтады. Я говорю, жарайды, рахмет, говорю. На суретте? Мынау бір площадь, біз площадьте тұрғанда какие-то праздник, мерекелер болды. Сол мерекеде как раз Роза апаймен кездесіп қалдық, и сол жерде фотографияға түстік. Жалпы Роза апаймен өзіңіз байланысыңыз бар ма енді Роза Өте апаймен? жақсы болды. Мен қазірде анау келінін жақсы көремін. Сондай көп жұмыс жасайды ол кісі апаға арнап. Сонысы маған өте ұнайды. Жақсы көреміз. Роза апаймен менің әдемауым қайда дейді. Ескендер бірінші келе жатса, я вдруг отстала, анау бір жұмыспын. Менің дариком әдемауым қайда деп солай айтады әрқашанда. Ағамыздың жарық көрмеген әндері бар ма? Оны Біржаннан сұрау керек, бірақ бар. Сіз өзіңіз қазір жас әншілерді тыңдайсыз ба? Мен қазір қараймын, енді для сравнения. Көп нәрсе жастарда маған ұнамайды әндерінде. Постоянно постоянно танцевальный. Ескендер ағалардың кезінде ондай болған жоқ қой. Ол әндері именно поучительный болды. Любой композиторды алсақ, Бесеуовты алсақ, Қалдаяқовты алсақ, әндері сондай поучительный. Ескендер ағаныкі, само собой. А қазір поэттерді әндерін тыңдасам, музыкаға салған, енді айта алмаймын енді жаман деп. Оларда енді тұрмысады жұмыс жасауға. Бірақ все-таки кішкентай енді анау композиторлерді тыңдап үйрену керек әлі деп ойлаймын. Ұнататын әншілеріңіз бар ма қазір? Жастардың арасында? Жоқ, жастардың арасында я почти ешкімді білмеймін. Тыңдаймын, но пока особо нетпеймін. Бірақ вот кеше Майгазиевтің концерті болды, например, с удовольствием тыңдаймын оларды. Үшеуінде мен с удовольствием тыңдаймын. Қазіргі жастардың әндері басқаша болу керек. Оны барлығын түсінемін. Бірақ все равно бұлай тыңдап отырғанда ойымда сол жерде болған композитор есіме келеді. Ағам сізді аузынан тастамайтын еді ғой, енді көп түрлі сөздер айтатын, еркелететін, сізді. Сіздің есіңізде қалған, сағынып еске алатын қандай сөзі бар ағаның? Докошым-ау дейтін мені. Постоянно докошым-ау дейтін. Бірдемен етіп жатса, сразу докош, мынау қалай болады деп, докош деп, осы сөзді постоянно айтып кетті ғой. Сағынышыңызды қалай басып тұрасыз? Сағыныш болады. Оны балалардың көзінше мен көрсетпеймін. Конечно, и желаемын. Әрбір жағдайдар болады, конечно. Вот если бы ты появился, Искандер, деп, ондай сөздер мен де айтамын. Сағынамын, конечно. Түсіңізге кіретін кездер болады ма? Бір рет, енді оны мен барлығыне айтқанмын. Біржан жұмысқа кетті. Немерем екінші этажда үлкен немере жатқан. Мен Біржан кеткен есікті жаптым да, өзім комнатыма келдім. Есікті жауып, енді жатайын деп отқанда, вдруг Ескендердің қолы вижу. Понимаете, это вообще... Я вообще қорқып қалдым с одной стороны. Вдруг он стучится вот так. После я, ой, кто это, дедом? И в это время исчез. Ондай болды, вот я не придумываю, точно болды. Сондай, ага. Как будто Искандер прям вот қолы, его руки прям стучится. Собственно, не стал больше.
Ағамыздың басына барып қайтатын кездеріңіз болады ма өзіңіз? Постоянно бармаймын, но барып тұрамын, бір айда бір рет барамын. Барып тұрамын, а как же, я иногда говорю, ой, сағындым, барып көрейінші деп. Конечно, барамын. Бірақ Біржан часто барады. Часто барады. Соңғы әңгімелескен сәтіңіз есіңізде ме? Больницада біз бірге жаттық қой. Қандай диалог болған еді? Вообще, Ескендер ағаларыңыздың жүрегінен жасаған Пя деген кісі. Өте жақсы жасады. Ескендер жақсы тұрып кетті. Қайтадан жұмысына кірісті. Бәрлігі дұрыс болған. Сосын мынау ковид деген. Жүрегінен жасағанда да мен бірге жатқанмын. Ковидте екеуміз ауырдық. Ол жерде вначале мен өзім тяжелый болдым. Бәрлігі подумали, мен кетемін деп. Сосын менікі бәрлігі дұрыс болып кетті де, Ескендер ағаларыңыз тяжелый болды. Сосын его отдельно в палату перевели в другую, бірақ мен жанындағы палатада болдым. Постоянно барып тұрдым, сөйлесіп тұрдым. Бірақ последний раз барғанда, конечно, он тяжелый уже болды. Ортамызға алып отырған мына кітап Ескендер ағамыз туралы. Қалай жазылды бұл кітап? Бұл кітап жазылғаны Біржанның арманы болды. Папасы өмірден кеткеннен кейін, где-то жарты жылдан кейін айтты, мама, так хочу книгу написать о папе, деді. Мен айттым, конечно, папа заслуживает, жаз обязательно деп, соған айтқанмын. Ол бірдеме түртіп отырды постоянно. Бірақ мен вмешиваться еткен жоқпын, бірақ ойладым, наверное, что-то пишет деп. Сосын уже айтты, мама, я вот пишу книгу, вот посвященную папе деп. И жыл осы кітапты жазды Біржан. От души жазды. Главное, ішінде бәрлігі өмірде болған нәрселер бәрлігі отразится еткен осы кітаптың ішінде. Сондай махаббатпен жазған Біржан осы кітапты. Мынаны маған выбирай деп, мынаны өзі выбрать етті. Картинкасын. Но менің інім тоже қайтыс болды ковидтен. Мынау Зеретай кішкентай біздің қазір 6-шы класста оқиды, кеше туған күні болды. Жалпы өздеріңізде бір немере болады ғой. Жеке меншіктеп алған, өзі атасы мен әжесінің немересі болатын. Сондай немерелеріңіз бар ма сіздердің? Мен ең кішкентай немеремді өте жақсы көрем. Ой, сағынамын. Бір күн келмесе сағынамын. Өте жақсы көрем. Ода мені әже деп жақсы көреді мені. Дарик апай, сіз ұлыңызбен бірге тұрасыз ғой, бір шаңырақта, әлде бөлек тұрасыздар ма? Жоқ, бөлек тұрам осы жерде. Ол сіздің таңдауыңыз болды ма? Конечно, можно было, бірақ мен бұл үйден кеткім келмейді, себебі вся моя жизнь с Искандером осы үйде өтті фактически. И қимаймын. Көбі айтатын, может быть, в квартиру перейдешь, большую квартиру получишь, то все, мен айттым жоқ, я буду в этой квартире. Бесігіңізді ашып, бізді қонақ етіп жатқаныңызға көп рахмет, Дарик апай. Сіздерге рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, Дарико апамыз бар деп, Дарико апаларыңызға келгеніңізге өте қуаныштымын, басымды иемін. Рахмет сіздерге, аман-есен болыңыздар. Рахмет. Жүзден асыңыз осылай жарқырап жүре беріңіз. Әлі жарқырадым ба?